мантының қамырын илеп болдым. Қазір мына жерге нене қосқанымды жазып кететін боламын. Енді жаямыз. Қамырды жайып жатырмын әлі де. Бұдан да үлкен қылып жаю керек, жұқа қылып. Достар, мен дәл қазір фаршын дайындап жатырмын. Фаршына азырақ асқабақ қостым. Үккіштен өткізілген пияз қостым. Блендерге айналдырып алдым. Және де тұз бұрышын қосып, енді жақсылап араластырамыз. Қамырды осылай толықтай жұқа етіп жайып аласыздар. Асты көрініп тұру керек. Енді төрт бұрышты етіп кесеміз. Қазір көрсетемін. Қатты баспай кесеміз. Дастарханды жығып жібермейік. Қамырды осылай кесіп аламыз. Енді еттерді орналастырамыз. Еттердің барлығын осылай орналастырып аламыз. Енді түйеміз. Міне осылай түйесіздер де морозилкаға жіберіп, сақтап қойып, қалған уақытта жібересіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.